Яжуж бен Мажуждың шығуы қияметтің үлкен белгілерінің бірі. Ал енді Яжуж бен Мажуж деген кімдер? Яжуж бен Мажуж Адам алейхиссаламның ұрпағынан. Сағид ибн Мусайб радиаллаху анху былай жеткізген: Нух алейхиссаламның 3 ұлы болды: Сам, Ясиф және Хам. Осы 3 ұлының әрқайсысы 3 ұлды болды. Самның ұлдары араб, парсы және румдықтар. Ясифтің ұлдары түрік, славяндар және Яжуж-Мажуж. Ал Хамның ұлдары Копт, Судан және Барбар. Яжуж бен Мажуждың Адам алейхиссаламның ұрпағынан екендігіне мына бір хадисте дәлел. Абу Сағид аль-Худри радиаллаху анхуден жеткен риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: қиямет күні Алла тағала: ей адам дейді. Адам ләббәй, қызметіңе шатпын, жақсылық сенің қолыңда дегенде, Аллаху Тағала ұрпағыңнан тозақтың өкілін шығар деп бұйырады. Адам тозақтың өкілі деген не дейді? Раббы Тағала әрбір мыңнан 999 дейді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзін жалғастырып, сол кезде жастың шашы ағарады. Әрбір аяғы ауыр ұрғашы құрсағындағыны тастайды. Адамдарды мас күйінде көресің, алайда олар мас емес. Бірақ Аллахтың азабы тым қатты деп айтқан. Сахабалар: әлгі бірі қайсымыз дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: қуаныңдар, біреуі сендерден, мыңы Яжуж-Мажужден деген. Хадисте айтқандай, тозаққа түсетін адамзаттың басым көпшілігін Яжуж бен Мажуж құрайды. Абдуллах ибн Амр радиаллаху әкесі екеуіне разы болсын риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Яжуж-Мажуж адамның ұрпағынан. Егер олар адамдарға жіберілсе, өмірлерінің быт-шытын шығарады. Олардың ешқайсысы артында 1000-нан астам ұрпақ қалдырмайынша өлмейді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Яжуж бен Мажуждың бет-бейнесін былайша сипаттайды: жалпақ жүзді, қысқа көзді, шаштары сұр, барлық жақтан ағылып келеді, беттері терімен қапталған қалқан сияқты деген. Ал олардың шығатыны жайлы Алла былай баяндайды: Яжуж-Мажуж ағытылып, әрбір төбеден келгенге дейін, ол шын уәде қиямет таяса, сол уақытта қарсы болғандардың көздері шарасынан шығып, әттеген-ай, біздің бұдан қаперсіз болғанымыз қандай өкінішті. Негізінде біз залым болған екенбіз деп айтады. Әнбия сүресі 96-97 аяттар. Алла тағала Құранда жер бетін шарлап әділдік орнатып, патшалық құрған Зұлқарнайынның қиссасында бізге баяндаған. Зұлқарнайын екі таудың арасына жеткен кезде сөзді түсіне алмайтын бір елді табады. Олар: ей Зұлқарнайын, Яжуж-Мажуж бұл жерде бұзақылық істеуде, саған салық төлесек, олармен біздің арамызға бір бөгет жасайсың ба деп сұрайды. Зұлқарнайын: Раббымның маған бергені бек артық, сендер маған күш көмегін көрсетсеңдер, сендермен олардың арасында бір бөгет жасайын, маған темір кесектерін әкеліңдер деп жауап береді. Екі бөгеттің арасы теңелген кезде көрік басыңдар деді. Ол от болған сәтте маған еріген мыс әкеліңдер, үстіне құяйын деді. Сонда олар оны аса алмады да, тис алмады да. Ол Зұлқарнайын: бұл Раббымнан бір мейірім. Қашан Раббымның уәдесі келсе, оны жермен жексен қылады. Сондай-ақ Раббымның уәдесі хақ деді. Қиямет күні оларды бір-біріне қосылған түрде қоямыз, және сұр үріледі де, оларды тұтас жинаймыз деген. Кахф сүресі 93-99 аяттар. Яжуж бен Мажуж Зұлқарнайынның салған бөгетінен әлі шыққан емес. Зайнаб бинт Жахш радиаллаху анха риуаят еткен хадисте бір күні Зайнабтың алдына Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам үрейленіп кіріп: Ла илаха иллаллах, жақын қалған пәледен арабтардың соры құрсын, Яжуж-Мажуждың бөгетінен мынадай ашылды деп сұқ саусағымен бас бармағының ұштарын түйістіріп домалақ шеңбер көрсеткен. Мен: уа Аллахтың елшісі, біздің арамызда ізгілер болса да опат боламыз ба деп сұрадым. Саллаллаху алейхи уассалам: иә, егер бұзықтық көбейсе деп жауап берді деген.
Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Яжуж-Мәжуждың бөгеті туралы олар күнде тесуге жақын қалғанша қазады. Сонда бастықтары қайтыңдар, ертең тесесіңдер дейді. Бірақ Алла тағала әуелгіден де бері кетіп қалпына келтіріп қояды. Мерзімдері жетіп, Алла тағала оларды адамдарға жіберуді қалаған кезде бастықтары қайтыңдар, Алла қаласа ертең тесесіңдер дейді. Сөйтіп ертеңіне қайтып келсе, кеше тастап кеткендеріндей екен. Тесіп адамдарға шығып, суларды ішеді. Адамдар олардан қашады деген. Яжуж бен Мәжуж қауымы бөгеттен шыққан соң жер бетін түгел жаулайды. Ан-Науас ибн Самған радиаллаху анху риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Алла Исаға оларға қарсы соғысқа ешкім төтеп бере алмайтын бір құлдарымды шығардым. Пенделерімді Тур тауына алып бар деп уахи етеді. Сөйтіп Алла тағала Яжуж-Мәжужды жібереді. Олар әр төбеден ағылады. Олар Табария көліне өтіп, одан ішеді. Ал олардың соңғы лектері өтіп бара жатып, мына жерде су болған екен деседі. Иса және онымен бірге болғандар қоршауға түсіп, тіпті оларға өгіздің бір басы бүгінгі 100 алтын динардан құндырақ болады. Осыдан кейін Иса және онымен бірге болғандар дұға қыла бастайды. Сонда Алла Яжуж-Мәжуждердің желкелеріне құрт түсіреді де, бір кісі өлгендей бәрі бір мезетте қырылып қалады. Сосын Аллахтың пайғамбары Иса мен оның жолдастары жерге түседі. Олар Яжуж-Мәжуждердің мәйіттерімен сасық иістері жайылмаған бір қарыс жер таппайды. Иса мен бірге болғандар осы жағымсыз нәрседен арылтуын сұрап Аллаға дұға қылады. Алла жерге түйенің мойны секілді алып құстар жібереді. Олар келіп, өлікселерді көтеріп алып ұшып отырып, Алла қалаған жерге апарып тастайды деген. Басқа риуаятта олардың соңғы лектері өтіп бара жатып, мына жерде су болған екен деседі. Құдыстағы Хамыр тауына дейін барады. Сосын олар, біз жер бетіндегілерді өлтірдік, енді көктегені өлтіреміз деп, садақтарымен көкке қарай атады. Сонда оқтардың ұштары төбеден қанға малынып түседі деген. Олардың өлекселерін құстар алып кеткеннен кейін де жер беті сасып тұрады. Сонда мұсылмандар Аллаға жалбарынып дұға қылады. Алла олардың дұғасын қабыл алып, жаңбыр жаудырады. Ол жаңбыр барлық жерге жетіп, жер бетін айнадай етіп тазартады. Осылайша жер беті Яжуж-Мәжужден тазарады. Жер бетінде бейбітшілік орнап, молшылық пен береке келеді. Жан-жануар көбейіп, жерден Адам алейхиссаламның кезіндегідей түрлі дәнді дақылдар көкөністер шығады. Иса мұсылмандарға басшылық етумен бірге жер бетінде тыныштық орнатады. Ан-Науас ибн Самған радиаллаху анху риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деген. Сосын Алла одан ешбір балшық және киіз үй сауға алмайтын бір жаңбыр жібереді. Жаңбыр жерді айнадай етіп жуады. Сосын жерге жемістеріңді өсір, берекеңді қайтар делінеді деген. Келесі бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям тіпті бір сабақ жүзім бір топ адамдарды тойдырады деген. Иса пайғамбар жер бетінде 7 жыл қалады. Ол кезде соғыс тоқтайды. Адамдардың барлығы иман келтіреді. Ханзала радиаллаху анху риуаят еткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям Исаның Қағбаға қажылық жасайтынын айтқан. Уақыт сағаты жетіп, Аллахтың әмірімен Иса дүниеден өтеді. Оған мұсылмандар жаназа намазын оқиды. Адамдардың баяғы бейбіт қалыптағы тіршіліктері жалғасып жатады. Алайда арада біраз уақыт өткен соң, адамдар арасында қайтадан күпірлік, бұзақылық белең алады. Мүміндер азайып, кәпірлердің қарасы артады.